Алдар көсе мен шық бермес Шығайбай. Ерте заманда, құйрығы келте заманда шық бермес Шығайбай деген бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты. Көңілі жай болыпты. Сол шық бермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондырса дәм бермейді екен. Тіпті тастан да қатты сараң, өзі тойса да көзі тоймайтын адам екен. Үйіне кісі келсе, оның жауабы шық әй екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың аты естілмеген ел болмайды екен. Оның шығайын естімеген жан болмайды екен. Қайтсем де, қалай болса да Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылады екен. Алдар қу, алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ ел-елге жайылады. Ел аузындағы мәтелге айналады. Әй, алдарың қанша қу болса да, шық бермес Шығайбайды алдай алмас, дейді жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық бермес Шығайбайдың атын алдар да естеді. Шық бермес Шығайбайды мырза бай етпесем, алдар деген атым құрысын деп алдар аттанады. Шық бермес Шығайбайдың елін іздеп сапар шегеді. Күн-түн жүреді. Ақырында елден іргесін аулақ салған, ен далада жалғыз үй қонған Шығайбайдың үйіне келеді. Не істеп отыр екен бұл қу деп атын алысқа тұсап, өзі білдірмей келіп жабықтан сығалайды. Сығаласа, Шығайбай қазы тіліп отыр екен. Бәйбіше нан илеп отыр екен. Тоқалы бас үйітіп отыр екен. Қызы тырнаның жүнін жылып отыр екен. Осыдан татпасам, алдар атым құрысын деп жылмаң етіп, кеш жарық деп кіріп келеді. Бұлар да жылдам екен. Алдар кеш дегенді айтып болғанша қолындағыларын жасыра-жасыра қойып, Шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарына алып отырыса қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы іспен болып отырғансып, жай барақат бола қалады. Әй, әбден-ақ әккістеніп алған екенсіңдер, мызғымас, қу екенсіңдер, дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып байға сүйгене барып, төр алдына отырып алады. Ай, көсе екенсің, жұртты құртқан қум екенсің, жүрісің жылмаң екен, жырынды болған сұм бекенсің. Қу болсаң да, сұм болсаң да, менен дәм таталмассың, дейді бай ішінен. Қайдан жүрген сұмсың, қайда барасың, не істеген білгенің бар, дейді бай алдарға. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп желдірде жөнеледі. Көрген білгенім көп, жолда келе жатып, үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзіңнің астыңдағы қазыдай. Артық кем қып асырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрдым жіберіп, күң астындағы басындай. Бұлыш етті иленіп, бәйбіше астындағы нанындай. Өтірік болса, сақал жұлынсын, қыз астындағы тырнадай. Бәрінде осының көріп келдім, асыңды ашшы ұрламай. Осыны айтқаннан кейін бай, шоқ түссің тіліңе, деп астындағы қазысын лақтырып тастайды. Тілің кесілсін деп бәйбіше астындағы нанын лақтырады. Жағың қарысын деп тоқал басты лақтырады. Ішің толсын деп қызы тырнаны лақтырады. Қазыңды аса бер бәйбіше, дейді бай. Амал қайсы деген пішінмен. Бәйбіше қазанға ас салады да, піс қазаным 5 ай десе, отырайын 10 ай дейді алдар, етігін шешіп тастайды да. Кер тағының терісін келер жылы киермін деп төрге орнығып отырады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Алдар да отырады. Мынау кәпір қашан жатады деп үн жоқ қасарып байда отырады. Ақырында ұйқыдан шаршап шыдай алмай, әй кемпір, төсек сал дейді. Бәйбішесі төсек салады.
Үй ішімен ұйықтаған кезде Алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып, бәйбішесін оятады. Мына ит ұйықтады білем, түсір асыңды тез, уақытымен асымызды жегізбеді-ау ит, деп сыбыр етеді. Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Пышақты қолға алып, бай, жат жігітім жат, сазайың осы, деп аузына бір кесегін асап жіберсе, тісі өтпейді. Олай қидалайды, бұлай қидалайды, болмайды. Етің не болып кеткен, өңкей шандыр, деп қатынына ұрсады. Түйіліп қалып май сұрайды. Ақыры Алдардан келгенін біліп, амалсыз аштан аш жатады. Таңертең Шығайбай жолға кетпек болып, бәйбішесіне қонаққа көрсетпей маған нан беріп жібер, дейді. Әйелі ошақта пісіп жатқан нанды оттан ала салып, байдың қойнына тыға қояды. Мұны көре салып, Алдар жүгіріп шығады. Байеке, енді бұдан былай жолығамыз ба, жоқ па? Ақтық рет қазақ дәстүрімен достарша көрісіп айырылысалық, деп бара сала байды құшақтайды. Оттан жаңа шыққаннан байдың кеудесін күйдіріп кетеді. Ау, жарайды енді, деген сайын қаттырақ қыса түседі. Ау, мына ит жегірді ит жесін, деп мә деп қойнынан нанды лақтырып тастайды. Әй байеке, ит дегенше мен жейін, деп Алдекең барып нанды қолына алады. Бай түзге аш кетеді. Бай екінші күні тағы жолға шығарда бәйбішесіне бір торсық айран құйғызып, оны көрсетпей ішінен байлап алады. Бай енді шығуға ыңғайланғанда Алдар, байеке, мен сіз келгенше жүретін шығармын, амандасып қалайын, дейді де құшақтаса амандасқан болып торсықтың тұсынан қысады. Торсықтағы айран төгіліп, Шығайбайдың мазасын кетіреді. Торсықты амалсыздан Алдарға беріп, Шығай бұл жолы да аш кетеді. Көседен құтыла алмаған соң, бай көсенің атын сойып алмақ болады. Байдың мұнысын тағы естіп қойып атына барады. Атының қасында байдың да аты тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. Маған ойлайтын зиян болса, өзіне дейсін, деп өз атының қасқасына сиырдың шекі боғын жағып жоғалтады да, бай атының басына барып, бор жағып, қасқа ат қылып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып, ұйықтап қалады. Алғашқы күнгі етті жеп қойғанда Алдар екенін біледі. Біледі де ішін ыза кернеп, тұра тұр бәлем, дейді. Алдар ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып, Алдардың атын жарып тастайды. Міне жігітім сазайың, деп өзінің істеген ісіне көңілі толып, қуанып төсегіне келіп жатып ұйқыға кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып жатып Алдарға айтады. Мына кемпір қасқа ат өліп жатыр дейді, сенің атың болу керек, жарылып қалған. Сорлы атыңды бақпай қазан бағып жүргенің не қылған адамсың, деп қарқ-қарқ күледі. Алдар тұрып, қандай қасқа екен? Боқ қасқа болса менікі болар, бор қасқа болса сіздікі болар, дейді. Бай Құдайдың ұрғанын біледі де орнынан тұра жүгіреді. Жүгіріп барса, айтқанындай өліп жатқан байдың бор қасқасы екен. Бай күйіп кетіп, Алдарға келіп, жоғалт қараңды сұм, мен сені енді көрмеймін, деп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен қатынына тез жөнелт, дейді. Бай анадай жерге шыққан кезде жақындап барып, Алдар, етігім жыртылып, шылғауым шығып жүр, бізіңді беріп кет, дейді. Байдың бергісі келмейді. Алдар жабысып жібермейді. Ақыры болмаған соң, алсаң алшы антұрған, ал да қараңды жоғалтшы кәпір, дейді. Алдар алғысты жаудырмалатып күліп қала береді. Бай кетісімен оның бәйбішесіне жүгіріп келіп, ал қызыңыз бізбейгені киіндіріңіз, дейді. Не үшін? Баймен келісіп, мен қызыңызды алып кететін болдым. Жоғал әрі сұм, саған қыз беретін беді бай, дейді.
Әйтпесе өз құлағыңмен естіп қал, деп сыртқа шығып көп жерге барып қалған байдың артынан айғайлайды. Әй бай, бізбикені бермей жатыр мына бәйбішең, дейді. Әй қатын, бер бізді, жоғалт сол кәпірдің көзін, деп айғайлайды бай. Әне естідің бе, дейді алдар қасында тұрған әйелге. Мына кәрі ит алжыған бозы елді құртқан бір қу аяққа беріп құтырған ба, деп таңғалады әйелі. Қатын-қалашқа бой берген алдар ма, анау-мынау дегенге көнбестен жасауын буып қызды атқа мінгізеді. Алдардың ойыны осылай болады деп еліне тартып отырады.